Сіз бірдеңені жасай аласыз ба, немесе қол жеткізе алмайтыныңызға сенімдісіз бе? Екі жағдайда да сіз дұрыссыз. Генри Фордтың бірінші автомобиль компаниясы банкротқа ұшырады. Ол серіктестермен жанжалдың салдарынан екіншісін тастады, ал үшіншісі жоғары нәтижеге қол жеткізе алмады. Нәтижесінде ол 20-шы ғасырдың аты аңызға айналған бизнесмені, конвейер өндірісін ұйымдастырушы және автомобиль өнеркәсібінің әкесі болған Генри Фордтың 30 шілдесінде дүниеге келді. 1863 Дирборн, Мичиган маңындағы ферма оның отбасы өте гүлденді. Бірақ Форд атап өткендей, Генри шіркеу мектебінде қалаған біліммен салыстырғанда тым көп болды. Ересек Форд маңызды келісім шарттарды жасай отырып, әлі де қателіктер жіберді. Бір күні ол өзін надан деп атаған газетті сотқа береді. Ал білімсіз деп айыпталғанда, егер мен сізге жауап беруім керек болса деп жауап берді. Ақымақ сұрақтар, мен кеңсемдегі түймені басу керек болды. Мен жауаптары бар мамандар пайда болады. Форд кемшілік деп санаған сауатсыздық емес, ақылды өмірде қолдануды қаламау ең қиын нәрсе. Дүниеде өз басыңмен ойлау керек. Сондықтан болар, мұны аз адамдар жасайды. Бір Генри 2 жасар бала кезінде тепловозды алғаш рет көрді. Қозғалтқыштың экипажымен кездесу Фордқа үлкен әсер қалдырды. Содан кейін оның қозғалатын механизмді құру әрекеттері басталды. Оның ата-анасы оның механикаға деген құмарлығын құптамады және Генриді құрметті фермер ретінде көруді армандады. 17 жасында ол механикалық шеберханаға шәкірт ретінде кіргенде, олар оны өлі дерлік деп санады. 4 жылдан кейін Форд үйіне оралды және келесі өнертабысы үшін фермадағы күндізгі жұмысты түнгі күзетпен біріктірді. 1887 жылы ол фермердің қызы Клара Брайантқа үйленді. Ол онымен бүкіл өмірін бірге өткізеді. 4 жылдан кейін ерлі-зайыптылардың Эдсель есімді ұлы бар. Клара ақылды және сабырлы әйел болды. Ол шаршамайтын Генридің нағыз көмекшісі болды. Бірде журналистер оның басқа өмір сүргісі келетінін сұрағанда, Форд былай деп жауап береді. Егер ол Клараға қайтадан үйленсе ғана, фермадағы жұмысын жеңілдету үшін Форд бензинмен жұмыс істейтін астық бастырғышты ойлап табады. Форд осы өнертабыстың патентін Томас Эдисонға сатады және ол Генриді өз компаниясына шақырады. Дегенмен ол жерде де, бас инженер лауазымында, Генри әлі де автомобильдерге көбірек тартылды. Ол барлығына қол жетімді көлік жасау идеясына ие болды. Форд дұрыс деп есептеді. Идеялардың өзі құнды, бірақ әрбір идея сайып келгенде, жай ғана идея. Мәселе мынада. Оны іс жүзінде жүзеге асыру. 1893 жылы бос уақытында Форд өзінің алғашқы көлігін құрастырды. Бірақ Генри көлікті сәнді заттан көлік құралына айналдыру идеясына адал болып қалады және болашаққа деген үмітпен қызметтен кетеді. Егер сізде ынта болса, сіз бәрін жасай аласыз. Ынта кез келген прогрестің негізі. 1899 жылы ол Детройт автомобиль компаниясының ортақ иесі болды. Бірақ 1902 жылы келіспеушіліктерге байланысты ол жерден кетіп қалды. Бірақ егер Форд миллиондаған қарапайым жаяу жүргіншілерді мақтан тұтатын көлік иелеріне айналдыруды мақсат еткен болса, онда оның таңдаған жолында оны ештеңе тоқтата алмайды. Бүкіл әлем сізге қарсы болып көрінгенде, ұшақ желге қарсы көтерілетінін есте сақтаңыз. Өз өнертабысын басқара отырып, Форд әлеуетті тұтынушыларды аралайды. Бірақ жаңа Форд Мобил сұранысқа ие емес, және қарапайым адамдар Генриді Бегли-стриттен келген обсессивті деп мазақтайды. Бірақ ол бас тартады ма? Жоқ. Форд өмірдегі сәтсіздіктерге деген көзқарасын тағы бір рет көрсетеді. Оларды қайтадан бастау мүмкіндігі, бірақ одан да дана деп санайды. Ол адал сәтсіздік қорлау емес, сәтсіздіктен қорқу қорлау деп есептеді. Онымен келіспеу қиын. Дүниеде бірінші рет бәрін дұрыс шешетін адам жоқтың қасы. Адамдар сәтсіздікке ұшырағаннан гөрі жиі бас тартады деді Генри Форд. 1902 жылы ол өзінің көлігіне таңғажайып жарнама жасады. Автожарыста көлігін айдап бара жатып, ол Америка чемпионынан осып кетті. Ей Генри! Жақсырақ бір компанияны елестету қиын. Ал Форд, ешкім сияқты, жарнаманың маңыздылығын түсінеді. Егер менің $4 болса, мен оның үшін жарнамаға берер едім. Жеңімпаздың жанында болғанды кім ұнатпайды? Көп ұзамай Фордтың клиенттері өсе бастады. Инвесторларды тарта отырып, Генри 1903 жылы өзінің атымен аталатын компанияны құрды. Ол өзінің барлық күш-жігерін қарапайым, сенімді және арзан автомобиль жасау үшін жұмсайды. Барлығы үшін көпшілікке түсініксіз болды. Жаппай автокөлік фантастикалық нәрсе болды. Мысалы, қазір жаппай ұшақ
Дегенмен Генри мұның бәріне мән бермейді, өйткені ол бәрін осы уақытқа дейін жасалғаннан жақсырақ жасауға болады деп санайды. Форд автомобильдің дизайнын жеңілдетеді, оның бөлшектері мен механизмдерін стандарттайды. Ол машина өндірісіне әлемде бірінші болып конвейер лентасын енгізді. Бұл инновациялық шешім оны бірден автомобиль өнеркәсібіндегі көшбасшылардың біріне айналдырады және кетеді. Бәсекелестер әлдеқайда артта қалды. Конвейер оған дейін 19 ғасырда қолданылғанымен, біз конвейер дегенде, біз 1908 жылы Ford моделін шығару арқылы өзінің арманына және бұрын-соңды болмаған табысқа қол жеткізген Генри Фордты айтамыз. Компанияға сәттілік келді. Генридің өзі құрастырған Ford қымбат әрлеуімен ерекшеленбеді, бірақ ол практикалық болды, және бәсекелестердің көліктерінен әлдеқайда арзан болды. Эрнест Хемингуейдің өзі жедел жәрдем фургонына айналған Ford көлігін жүргізді. Ford сатылымы орасан зор пайда келеді, өйткені Fordтың ұраны әрқашан арзан және жаман емес, арзан және жақсы болды. Сапа тіпті ешкім қарап тұрмаса да, дұрыс нәрсені жасайды. 1909 жылы Ford $8508, 1913 жылы $550 тұрады. 1914 компания 10 миллионыншы Ford шығаруды тойлайды. Ол кезде әлемдегі барлық көліктердің 10 осы көліктер болатын. Сондай-ақ 1914 жылы Генри Форд жұмысшылардың жалақысын күніне $5 дейін көтеру туралы шешім қабылдады. Ол, егер сіз біреуден өз уақытын және күш-қуатын бизнеске арнауды талап етсеңіз, олардың қаржылық қиындықтарға тап болмайтынына көз жеткізіңіз, бәлкім, Фордтың ең үлкен құпиясы. Өндірістегі инновацияларда емес, өз әріптесіне деген адамгершілік қарым-қатынаста, менің табысымның сыры, басқа адамның көзқарасын түсініп, нәрселерге осы тұрғыдан да менің көзқарасымнан да қарай білуімде. Ford зауытында ақш-та бірінші рет жұмысшылар 8 сағаттық ауысым, 6 күндік жұмыс аптасы және ақылы демалыс алады. Демалыс күнін ойлап тапқан адам темекі шекпейтін және ішпейтін жұмысшыларды қосымша марапаттады. Адамдар Fordқа жұмысқа тұру үшін кезекке тұрды. Кадрларды іріктеу кезінде ол тек жұмыс істеуге дайындығын бағалады. Маған адамның қайдан келгені маңызды емес, Синг түрмесіне немесе Гарвардтан, біз оқиғаны емес, адамды жұмысқа аламыз. Зауыттағы тәртіп қатаң болғанымен, кадрлардың ауысуы бойынша мәселе болған жоқ. Уақыт босқа кеткенді ұнатпайды деді Форд өзіне де, жұмысшыларына демалуға мүмкіндік бермей. Ол, адамдарды еңбекке итермелейтін екі ғана ынталандыру, жалақыға шөлдеу және оны жоғалтудан қорқу деп сенімді болды. Форд өз кәсіпорында іскерлік өмірде аз әкімшілік рух және әкімшілікте іскерлік рух принципін енгізді. Форд қағазбастылық автокөлік өндіру процесін бәсеңдетеді деп шешті. Сіздің зауытта осылай жүріңіз. Статистика жойылды. Ford компаниясында өндірістік жиналыстар, қажетсіз құжаттар және бөлімдер арасында байланыс болмады. Оның жұмысшылары лайықты жалақы алып, Ford сатып алды және көп ұзамай сатылымның өсуі соншалықты пайда келді. Ford компания акционерлерінің барлық акцияларын сатып алды. Бастық кім болуы керек? Осы төрттікте тенор кім болуы керек деген сияқты. Әрине, тенорды ән айта алатын адам деді Ford мырза, қазір компанияның толық иесі. 1920 жылдардың басында Генри Форд өзінің барлық бәсекелестерін біріктіргеннен көп көлік сатты. ақш-та сатып алынған 10 көліктің 7 оның жасаған. Дәл осы кезде ол автокороль атағын алды. Форд басқа зауыттарды, шахталарды, көмір шахталарын және автомобильдер шығаруға қажетті барлық нәрсені сатып алуға жұмсады. Пароходтар сыртқы саудадан тәуелсіз тұтас бір империяны құрады, сонымен қатар, табысты өнеркәсіпші долларға ілінбейді. Капиталдың басты пайдасы көп ақша табу емес, ол үшін ақша табу өмірін жақсарту. 1922 жылы Форд «Менің өмірім, менің жетістіктерім» атты өмірбаяндық кітабын жарыққа шығарды. Бірақ бәсекелестер де, сатып алушылар да Генри Фордқа зейнеткерлікке шыққанша бұрынғы табыстарының жемісін жинауға мүмкіндік бермейді. Ең қолжетімді көліктің сатылымы төмендей бастады. Форд құрастырушысы, егер сіз оны бір рет сатып алсаңыз, оны әрқашан сатып аласыз деп сенді. Дегенмен адамдар әртүрлілікті қалайды. Ал Форд тек кез келген түсті автокөлікті, егер бұл түс қара болса ұсына алады. General Motors тұтынушыларға әртүрлі автомобиль үлгілерін ұсынды және автокөліктерді несиеге сату арқылы Фордтың бәсекелестік артықшылығын жеңді.
1927 жылға қарай Ford сатылымының азайғаны сонша, Ford'тың банкротқа ұшырау қаупі бар еді, бірақ Ford бұл жолы да бас тартпады. Өйткені, егер кешегі сенімдер өзін ақтамаған болса, бұл жаңа нәрсе ойлап табудың себебі ғана. Олар барлық жерде бұл кешегі кеше екенін білмейтін, және әр таңертең өткен жылғы оймен оянатын бір түрлі адамдар. Ағымдағы жағдайға жаңа көзқарас, бұл заманауи адамның багажында шаң жинамауы керек. Ford позитивті ойлау жұмыс істейтінін және нәтиже беретінін көрсетті. Сәттілік сізге келетініне сенімді болсаңыз, онда бұл болашақ туралы ойлау, көп нәрсе істеуге ұмтылу, ақыл ойды мүмкін емес ештеңе жоқ сияқты жағдайға келеді. Ford өндірісті тоқтатады және барлық жұмысшыларды жұмыстан босатады. Ол келесі машинаны жасаумен айналысады. 1927 жылы ол жаңа Ford моделін, кеңестік Победаның прототипі, ұсынды. Ол техникалық сипаттамалар мен сыртқы түрі бойынша бұрыннан барлармен жақсы салыстырылады. Ford қайтадан 30-шы жылдарға дейін компанияны басқарады, содан кейін бизнесті ұлына береді. Бірақ 1943 жылы қайтыс болғаннан кейін, қайтадан компанияның басшысы лауазымына оралды. Генри Ford 83 жасында әлемді тастап кетті. Өзі туылған жерде, провинциялық Дирборн қаласында қазіргі уақытта ол құрған компания бүкіл өмір сүрген кезеңдегі автомобиль өндірісі бойынша әлемде 4-ші орында. Американдық арманды жүзеге асырған Генри Форд өз миссиясын адамдардың өмірін жақсарту деп санады. Өйткені ол үшін автомобильдер тек машина ғана емес, үлкен қуаныш көзі болды. Журналистер одан мұндай бай адамға не керек деп сұрағанда, Форд оларға былай деп жауап берді: мен ондағы тірі әлемді жақсартқым келеді.